Киелі кітапта көк пен жер, Құдайдың кеңістігі мен біз өмір сүретін кеңістікті атайтын ұғымдар болып табылады. Біз өмір сүретін кеңістікті жақсы білемін. Біз осында тұрамыз ғой. Ағаштар, өзендер, таулар бар. Бірақ менің Құдайдың кеңістігі туралы түсінігім көмескілеу. Киелі кітапта Құдайдың кеңістігін түсінуімізге көмектесетін сипаттамалар яки бейнелер берілген. Бірақ негізінде оны түсіне алмаймыз. Сонымен бұлар бір-бірінен айырмашылықтары үлкен екі түрлі кеңістік. Олардың табиғаты әртүрлі. Бірақ бір қызық жағы мынада. Киелі кітапта бұлар әрқашан бөлек кеңістіктер ретінде берілмеген. Сонымен көк пен жерді бір кеңістікте қабаттасуы мүмкін әртүрлі аймақтар ретінде көз алдыңа елестетіп көрші. Мәсіхке сенушілер қайтыс болғанда, оларды көкке яки жұмаққа кетті дейміз. Бірақ көк пен жердің қабаттасуы жөнінде айтылмайды. Бұл қызық жайт екен, өйткені көк пен жердің бірігуі киелі кітаптағы ұлы әңгіменің басты тақырыптарының бірі. Олар бір кезде біріккен еді, бірақ басқа бір кезде бір-бірінен бөлінді, ал Құдай оларды қайтадан біріктіруде. Ендеше көк пен жер толық қабаттасатын бастамаға қайта оралайық. Киелі кітаптағы Эдем бағы дәл осылай сипатталған. Бұл Құдай мен адамзат бірге тұрған тамаша жер. Мұнда ешқандай бөліну болмаған. Адамдар дамып жатқан әдемі әлемді құруда Құдаймен серіктес болды. Бірақ біз, адамдар, басқаша әрекет еткіміз келді. Біз Құдайды сыртқа шығарып тастап, Құдайсыз дүние жасағымыз келді. Сондықтан бізде қазір осы екі кеңістік бар. Киелі кітапта нақты айырмашылықты анық көрсету үшін бұл екі кеңістікті атағанда түрлі сөз тіркестері пайдаланылған. Алайда бұл кеңістіктердің қабаттасуы мүмкін екенін туралы айттың. Сондықтан оның қалай жұмыс істейтінін түсіндірші. Осы жерде ғибадатханалар туралы айта бастау керек. Өйткені киелі кітап бойынша адамдар ғибадатханада Құдай алдына барып, оның сондай екенін сезінген. Сол жерде көк пен жер қабаттасады. Енді киелі кітапта сипатталған ғибадатханалардың екі түрі бар. Біріншісі Мұса пайғамбар дайындатып орнатқан киелі шатыр. Ал екіншісі Сүлеймен патша салғызған зәулім ғимарат. Бұл екі ғибадатхана жеміс, гүл әрі періште бейнелермен, алтын және зергерлік әшекейлермен безендірілген болатын. Олар адамды Эдем бағына қайтып бара жатқандай сезіндіру үшін солай жасалған еді. Ал ғибадатхананың ішінде ең қасиетті бөлме, яғни Құдайдың жер бетіндегі тұрағы деп аталатын орын бар еді. Сонымен адамдар қайтадан Құдайдың алдына бара алатын болды. Бірақ асығудың қажеті жоқ. Өйткені ғибадатхана да мәселе тудырады. Құдайдың кеңістігі оның салтанатты ұлылығына, ізгілігі, әділдігі мен көркіне кенелген. Ал адамның кеңістігі күнә мен әділетсіздікке және соның салдарынан пайда болатын ұсқынсыздыққа толы. Сонымен, егер бұл кеңістіктер соншалықты әртүрлі болып, бір-біріне қайшы келсе, онда қалай қабаттасады? Бұл мәселе құрбандыққа мал шалу арқылы шешілген еді. Бұл қызық екен. Құрбандыққа мал шалудың бұған қандай қатысы бар? Мұндағы ой мынау. Адамның орнына құрбандыққа мал шалынып, оның қаны төгілгенде күнәнің құны өтелген. Осылайша бұл кеңістік тазарып, адам енді ғибадатханаға Құдайдың алдына бара алатын болды. Жарайды. Егер мен Иерусалимде тұратын Израильдік болсам, Құдайдың алдына баруым мүмкін болатын еді. Бірақ сен киелі кітаптағы ұлы әңгіменің басты тақырыбы бүкіл көк пен жердің бірігуі екені туралы айтқан едің ғой. Сондықтан біз жаңа келісімдегі Мәсіх Иса туралы баяндамаға назар аударуымыз керек. Жохан жазған ізгі хабарда Құдайдың адам болып, арамызда өмір сүргені туралы баяндалған. Енді арамызда өмір сүрді деген сөз тіркесі шынымен қызық. Сөзбе-сөз аударғанда, бұл ол арамызда шатырын тікті дегенді білдіреді. Сонымен бұл жерде Жохан Исаның киелі шатыр екені жайлы жазды. Енді ол көк пен жердің қабаттасқан жері. Ал бір қызығы мынау, Мәсіх Иса қауіпсіз, таза кеңістікте қалмады. Ол елді аралап, күнәһарлармен уақыт өткізді. Мәсіх адамдарды ауруларынан сауықтырып, күнәларын кешірді. Осылайша Мәсіх Иса көктің шағын аудандарын жасады. Соларда адамдар Құдайдың қасында бола алды. Бірақ ол мұны күнә мен өлім жайлаған дүниеде істеді. Сонымен қатар, Мәсіх Иса бәріне Құдай патшалығының жер бетіне орнайтын кезі таяп қалғаны туралы жариялады. Ол шәкірттеріне тіпті Құдай патшалығының осында орнауы және Құдайдың еркінің көкте орындалғандай жер бетінде де орындалу үшін үнемі мінәжат етуді тапсырды. Бірақ көп адам Исаның айтқан шындығынан қорқып, оны өлтірді. Бұл зұлымдық көк пен жерді біріктіру жоспарын бұзғандай болып көрінді. Алайда, біз Мәсіх Исаның қызметінің бастапқы кезіндегі бір оқиғаға қайта оралуымыз керек. Онда Жақия пайғамбар Исаны көріп былай деген: «Қараңдар,
Мынау Құдайдың құрбандыққа жіберген тоқтысы. Ол адамзаттың күнәсін өз мойнына артып, сол үшін жанын қияды. Демек, Иса тек киелі шатыр ретінде ғана емес, құрбандыққа жіберілген тоқты ретінде де сипатталған. Иә, солай. Сонымен айқыш ағаш Мәсіх Иса күнәні өз мойнына артатын орын болды. Сөйтіп ол таза кеңістік жасады. Бұл құрбандыққа шалынған мал арқылы тазарған кеңістік іспетті шектелмеген. Қайта Мәсіх Исаның құрбандығы арқылы таза кеңістік жайыла береді. Осылайша көк пен жер қайта біріктіріледі. Мұның бәрі шынымен керемет, бірақ менің ойымда мынадай үлкен бір сұрақ бар. Мен қайтыс болған кезде не болады? Мен Исамен бірге болу үшін Құдайдың кеңістігіне жай ғана ұшып барамын ба? Жаңа келісімнің бірнеше жерінде Мәсіхке сенушілер өлгеннен кейін көкте онымен бірге болатыны жайлы жазылған. Бірақ киелі кітаптағы ұлы әңгімеде басты назар бұған аударылмаған. Басты назар иеміз Иса арқылы көк пен жердің қалай біріктіріліп жатқанында. Мәсіх көктен қайтып келгенде көк пен жер бір күні толық біріктіріледі. Аян жазбасында Эдем бағының әдемі бір көрінісі сипатталған. Енді ол көктен түскен жаңа Иерусалим қаласының бейнесінде көрінеді. Сонымен күнә мен өлімнің дәуірі аяқталып, жаңа жаратылыс пайда болады. Ал Құдайдың кеңістігі мен адамның кеңістігі тағы да толық қабаттасады.